Достар, бір на реальных событиях бірден айтайын деген да. Болған оқиғада өзіміздің. 3-4 бала болып жүреміз. Арамызда бір бала машина алады, в общем. Машина алады, в общем, жуатын бар, көрімдік бар, анау-мынау деген сияқты да. Сонда, в общем, 2-3 бала отырғанда сол бала келеді да қасымызға. Машина алдым, қалай, чё там, оценка ғой енді. Мә, құтты болсын, анау-мынау деп әңгіме айтамыз да, в общем. Сосын ол кетеді. Кеткеннен кейін арамызда біреу алады да, айтады да, ақша жоқ деп, машинаны қайдан алды деп та. Сосын мен айтам да, сен не керек деймін да, өйтіп көре алмау, қайдан алғаның деймін да. Самый главный, ұрлау болмаса болды ғой деймін да. Алып жатыр да, болсын деп, наоборот, белый зависть болудың орнына, көре алмайды деймін да, сол мен таң қалам да, адамдар неге сондай болады деймін да. Чисто на реальных событиях болған нәрсе да. Мен айтып қалдым да, пересекать етіп, қойшеші, натурина. Қалай алса да бәуір емес па деймін да. Өзінің семьясын алып жатыр, өзін үшін алып жатыр деген сияқты да. Наоборот, болсын деу керек та, өзінде де болсын деген сияқты. Белый зависть болу керек та, чем черная зависть да. Сол үшін достар, көре алмаушылық, өсекті қою керек та. Именно мына көре алмайтын адамдар, они мына қалай айтайын сіздерге, өздерінде жолы ашылмаған, енді жолы ашылуы Аллахтан ғой, дұға сұрау керек та. Мына именно көре алмайтын адамдар основном андай болады да. Банағы ничего не добились в этой жизни бар ғой, ничего не добились и бір-бірін көре алмайды да андай. Өсіп батқан адамды көре алмай, аяғынан тартып бар ғой. Основная масса сондай болады да, негізі көре алмайтын адамдар сондай адамдар болады. Өздерінде жоқ па, біреуге де біреуді болғанын да қаламайсыңдар да, неге ол сондай адамдар боласыңдар деймін да. Так что көре алмаушылық қою керек, достар. Надо работать, надо делать. Істеу керек та, амал жасау керек, видео жатпау керек. Солай, достар. Қою керек.